Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі сіздерге арналған дәрісіміздің тақырыбы Қазақстандағы рухани шаруашылықтың тоқыраулар және экологиялық дағдарыстар. Осы тақырыпты басшылыққа ала отырып, мынандай мақсатты көздейтін боламыз. Негізінен дәрісіміздің мақсаты кеңестік тоқырау жылдарындағы Қазақстандағы саяси, экономикалық, рухани, әлеуметтік саладағы қайшылықтар мен экологиялық апат аймақтарының пайда болуы және оның ауыр зардаптары туралы мәселелерді алдымызға мақсат етіп қоямыз. Осы мақсаттар мен тақырыптарды жұмыс істеудің барысында мынандай жоспармен жұмыс істейтін боламыз. Бірінші, кеңестік экономикалық өнеркәсіптің аграрлық реформаладағы қайшылықтар мен оның идеологиялық тоқырауға ұшырауы, халықтың материалдық тұрмыс жағдайының төмендеуі, үшінші, атомдық жаңағы радиацияның трагедиялық зардаптары, Қазақстан аймақтарындағы сол туралы мәліметтер, одан кейін мәдени процестер, ғылым, әдебиет, мәдениет, оның дамуы мен қайшылықтар, ұлт саясатындағы әділетсіздіктер, осы мәселені қарастыратын боламыз. Тақырыпқа қатысты әдебиеттеріміз ол негізінен белгілі. Жаңағы осы Қазақстанның қазіргі заман тарихына байланысты күнделікті ұсынып жүрген оқу құралдарымыз, сонымен қатар мынадай мәліметтер. Бекмахановтың Қазақстанның 20-30 жылдарда Қозыбаевтың ақтаңдақтар ақиқаты және 1986 жылғы жаңағы осы комиссияның төрағасы, тікелей соның жаңағы мүшесі болған, Қазақстандағы желтоқсан оқиғасының қатысуына және оның ақталуына аса зор рөл атқарған Мұхтар Шахановтың жаңағы басшылығымен шығарған желтоқсан кітабының бірінші, екінші томы бар. Осы кітапты осы тақырыпта пайдаланатын боламыз. Сонымен қатар Қонаевтың Сталиннен Горбачевқа дейін және өтті дәурен осылай деген жаңағы еңбектері осы тақырыптарды ашуға, келесі жаңағы ашуға көмектесетін әдебиеттер болып есептелінеді. Енді белгілі кезінен осы 60-шы жылдардан бастап елімізде жаңағы екінші дүниежүзілік соғыс бітті, Сталин Хрущевтің жаңағы дәурені өтті. Сол кезеңдерде осы 60-шы жылдардың қарсаңында елімізді кім басқарды? Еліміздің, мемлекетіміздің негізгі бірінші басшысы 1962 жылдан бастап еліміздегі ең жоғары мемлекеттік хатшы Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің төрағасы болып қызметін атқарған. 64 жылдан бастап Қазақстан орталық комитетінің, Коммунистер партиясының орталық комитетінің бірінші хатшысы болып жұмыс істеген. 86 жыл желтоқсан қозғалысы бойынша қозғалысынан кейін кезеңге дейін мемлекет басқарған тұлғамыз осы қиын замандарда ел басқарды. Жалпы 50-60 жылдардың қарсаңында біздің экономикамыз, біздің өндірісіміз негізінен екі түрлі бағытта жұмыс істегендігін көруімізге болады. Ол қандай бағыт? Бірінші бағытта қоғамдық саяси жүйенің барлық салаларын түбегейлі өзгерту. Бүткіл жүйені өзгертпесе болмайды. Яғни ол өзгерткен жағдайда ғана жаңа жетістікке жетеді. Өзгерткен жағдайда ғана табысқа жетеді деген бағыт болды. Ал екінші бағыт бұл қоғамдық құрылыстың 30-40 жылдарда негізі қаланған кезеңдерді жалғастыра беру, сол бағыттар Коммунистік партияның бұрынғы идеологиясын жалғастыра беру, сол күйінше қалдыру бағытында болды. Мінекей бүткіл осы елімізде осындай екі топ қалыптасты. Өкінішке орай осы екінші үстем болды. Өйткені осы кезеңде Коммунистік партияның билігі нығайып тұрған кезең, Коммунистік партияның билігі күшейіп тұрған кезең. Сондықтан 50-ші жылдардың арасымен 60-ші жылдардың қарсаңында экономикада, әлеуметтік жағдайда, саяси жағдайда осы екі бағыттың үстем болғандығы жөніндегі мәліметтерді жаңағы көруімізге болады. Жаңағы 64 жыл өткен жолғы алдыңғы сабағымызда айтқанымыздай жіберілген кемшіліктерге байланысты, әсіресе ауыл шаруашылығындағы, сонымен бірге сыртқы саясаттағы жүргізген кемшіліктеріне байланысты дегенді желей отырып, жаңағы Хрущев өзінің жоғарғы билігінен айырылды. Ал осы кезеңдерде жаңағы жоғарғы билікке КСР-ның бірінші басшысына негізінен Брежнев келді. Брежнев бұл негізінен жаңағы 1965 жылы жаңағы негізінен Наурыз пленумда Қазақстанның халық шаруашылығы туралы мәселелер талқыланды. Сонда ауыл шаруашылығы мәселесі қайта қарастырыла бастады. Осы жаңағы қаулының нәтижесінде ауыл шаруашылығының жағдайының, әсіресе мал шаруашылығының жағдайының төмендеп кетуіне байланысты ауыл шаруашылығына қаржы бөлу мәселесі қарастырыла бастады. Сонымен қатар ауыл шаруашылығының
жаңағы мінекей жаңағы осы жағдайларға байланысты ауыл шаруашылығының шығаратын өнімдерінің сапалық деңгейін арттыру жөніндегі мәселелер қарастырыла бастады. Осыған қатысты 1965 жылдардан бастап кеңшарларда жаңағы мақта өнеркәсібін жетілдіру, көкөніс шаруашылықтарын жетілдіру және оларға арнайы жаңағы жалпы жоспар көлемінде тапсырмалар жаңа деңгейдегі өркендету бағытындағы қолға алына бастағандығын жөніндегі жұмыстар жүргізіле бастады. Осы кезеңдегі экономикадағы жағдай мынандай сипат алды. 1965 пен 57 жылдардың аралығында ұлттық жалпы өнім жылына ұлттық жалпы өнімнің жылына 8%, халық тұтынатын тауарлардың жаңағы тауарлары өндіру негізінен 10%-ға өскендігін көруімізге болады. Мінекей қоғамдық экономикалық саяси өмірдегі әкімшілдік билік осы Брежневтің тұсында бұрынғыдан кезеңдерде одан ары қарай жалғастырыла берді. Мінекей мынау жалпы жаңағы тоқырау деген ат осы қарастырып тұрылған 70-80 жылдардың кезеңінде біз тоқырау деп атаймыз. Ол неге тоқырау деп аталады десек, бұл экономикадағы, өндірістегі, саудадағы, барлық шаруашылықтың барлық саласындағы дағдарыс, яғни тоқтағандығы. Ол жерде даму жоқ, жаңа жетістік жоқ, жаңа жаңалық жоқ. Осыған қатысты ғалымдар өздерінің еңбектерінде, монографияларында, ғылыми зерттеулерінде осындай қорытындыға келіп, осы аталған кезеңдерде КСРО-ның кезеңіндегі тоқырау кезеңі деп баға берген кезең екен. Яғни осы мәселеге осы неге тоқырау деп аталды, ондағы көрсеткіштер қандай, осы мәселелерді сіздермен талқылайтын боламыз. 1970-80 жылдардағы шартты түрде тоқырау деп аталып жүрген кезең бұл 60 жылдардан басталды негізінен. Бұл тек қана жаңағыда 60 жылдардан бастап 80 жылдардың екінші жарты жылына дейін кезеңдерде жалғастырылды. Кейін Горбачевтың кезінде қайта құру деген жаңа кезең басталды. Соған дейін кезеңдерде тарихта тоқырау кезеңі деген атау алған кезең болып есептелінеді. Жалпы осы тұстарда аталған кезеңде өнеркәсіпке негізінен 40,8 миллиард сом қаражат жұмсалған екен. Бұл негізінен аз қаражат емес. Бұл кезеңде бұл жаңағы, яғни өнеркәсіпке 40,8 миллион сом мөлшерінде қаражат жұмсалса, бұл бүткіл шаруашылыққа жұмсалған қаражаттың 32%. Яғни бұл жерде өнеркәсіпті дамытуға қаражаттың аз жұмсалмағандығын байқауымызға болады. Енді бір айта кететін жағдай, бұл кезеңдерде жаңағы қырғиқабақ соғысына байланысты, суық соғысқа байланысты, жанталаса қарулануға байланысты жаңағы шаруашылықтың басым көпшілігі, қаражаттың басым көпшілігі сол бағыттағы жаңағы қарулану бағытына жұмсала бастағандығын көруімізге болады. Бірақ дәл осы кезеңдерде, қарастырып тұрған кезеңдерде КСРО-ның жүргізіліп жатқан саясаты, Коммунистік партияның әділетсіздіктері, Сталиннен кейінгі жүргізілген саясат, әсіресе Хрущевтің жүргізген жылымық кезіндегі жүргізілген саясаты, Сталиннің өзінің және оның Коммунистер партиясының бетпердесінің ашылуына кішкене бастама жасалына бастады. Осыған қатысты, әсіресе осыған қатысты жаңағы социалистік бағыттағы мемлекеттер деп аталғандар, атап айтқанда Югославияда, сол сияқты жаңағы басқа да оған жақын мемлекет Египетте жаңағы КСРО-ға бұрынғы жақындығынан аулақтап, олар өзінің бойын басқа бағытқа, жаңағы коммунистік бағытты емес, басқа бағытты таңдай бастағандығы жөніндегі көріністерді көруімізге болады. Енді яғни бұл осыған қатысты 1968 жылы Чехословакияда осындай дамудың жаңа бағытын өздеріне жаңа демократиялық тұрғыдағы бағытты таңдап алу жөніндегі қозғалыстар болғандығын көруімізге болады. Осыған қатысты бұл елдегі оқиғалар, яғни партияны жаңарту, бұрынғы қатып сеңіп қалған өзгерістердің бәрінен бас тартудың қажеттігін туғыза бастады. Бірақ жаңағы Коммунистер партиясы болатын болса, бұл кезеңде нарықтық экономиканың ешқандай жаңағы бағыттарын жүргізген жоқ. Олар экономикада өздерінің бұрынғы әміршілдік, әкімшілдік әдістер бағытында осы қарастырған уақытта тоқырау кезеңінде одан ары қарай сол бағытта шаруашылықты жүргізе берді. Негізінен мінекей осыған қатысты 1970
65 жылдары Хрущевтің кезінде Брежневті де дәріптеу мәселелері жалғаса берді. Кезінде коммунистік партияның бірден бір белгісі өзінің жоғарғы жаңағы басшылықта Сталиннің жеке басына табынушылықтың үстем болғандығын білеміз. Хрущевтің кезінде ол мәселе босаң сыйма деліп еді, халық ол да олай болған жоқ. Хрущевтің жеке басын дәріптеу мәселесі жалғастырылды. Брежневтің кезінде де оның жеке басқа табыну процесі одан ары қарай жалғастырылған екен. Мінекей мына көріп отырғандарыңыздай жаңағы Брежневке берілген марапаттаулар, наградалар. Міне Брежнев сол кезінде бір өзі бұл бейбіт уақытта маршал атағын алған бірден бір қайраткер болып есептелінді, және 4 рет Кеңес одағының батыры және еңбек ері атағы деген сонымен 5 рет алтын жұлдызбен наградталған екен. Басқа да саяси қайраткерлер аймақта осындай жаңағы тоталитарлық социализм жылдарында, әміршілдік, әкімшілдік кезеңінде жаңағы жеке басқа табынушылықтың бұрынғы саясатта адамды мадақтау, мардақтау және ол еңбектері бұған сәйкес келе ме, келмей ме, осы жағдайға қарамастан сол бұрынғы саясаттың одан ары қарай жүргізе бергендігін байқауымызға болады. Бірақ осыған қарамастан енді жаңа билікке келген жаңағы Брежнев өзінің айналасындағы жақтастарына сүйене отырып саясатты одан ары қарай жалғастыра берді. Яғни өнеркәсіпті жаңағы дамыту бағытында жаңа чараларды қолға алды. Яғни өнеркәсіп дамыту бағытындағы чаралар дегеніміз ол 65 жыл қыркүйекте мына көріп отырғандарыңыздай пленумда жаңағы дамыту шаралары. Бұл да негізінен мынандай міндеттерді алға қойды. Өнеркәсіпті салалық ұстаным бойынша дамыту енді. Қанша дегенмен Брежнев жаңа басшы ретінде мемлекеттік билікке келгеннен кейін жаңа өзгерістер жасауға ұмтылды. Яғни өнеркәсіпті салалық ұстаным бойынша дамыту дейді. Одан кейін одақтық министрліктер құрыла бастады. Бұрын тек қана жаңағы одақтық және республикалық министрліктер бұрын тек қана одақтық қана болса, жаңағы республикалық министрліктер ведомстволарға онша көңіл бөлінбеген еді. Ал енді мына Брежнев республикаларды да осы кезеңдерде осындай бағыттарды одақтық және республикалық бағыттағы министрліктерді құру мәселесін және олардың ведомстволардың олардың құқықтарын жалғастыру мәселелерін дамыту мәселелеріне біраз көңіл бөле бастады. Кәсіпорындардың дербестігін арттыру, шаруашылық есепті жүргізу мәселесін, экономикада шаруалардың және еңбекшілердің, жұмысшыларды материалдық ынталандыру шараларын қолға алу мәселесін жаңағы Брежнев билікке келгеннен кейін қолға ала бастады. Мінекей сол осы кезеңдерде біздің Қазақстанның өнеркәсібі, Қазақстанның басшылығы негізінен екі бағытта жұмыс істеді. Бір Қазақстан, бірақ Қазақстанда екі министрлік жұмыс істеді. Ол министрлік екіге бөлінді. Оның біріншісі Қазақстанда тікелей одақтық министрлікке қарайтын кәсіпорындар, екіншісі республикалық министрлікке қарайтын бағытта жұмыс істеп жатты. Одақтық министрлікке қарайтын кәсіпорындар әрине ол көбінесе жаңағы ең маңызды кәсіпорындар болып есептелінді. Республикалық бағыттағы жұмыс істейтіндер көбінесе ауыл шаруашылық сипатындағы, жеңіл өнеркәсіп сипатындағы кәсіпорындар республикалық министрліктерге қарады. Мінекей мынандай мәліметтерден бұның отаршылдық сипатының қандай деңгейдегі болғандығын көруімізге болады. Мынандай мәліметтер: одақтық министрліктерге қарайтын Қазақстанның кәсіпорындары жылына 15 миллиард сом табыс тапқан. Жылына 15 миллиард сом табыс. Ал енді осы 15 миллиард сом табыстан одақтық министрліктерге қарайтын кәсіпорындарынан осы табыстан біздің жаңағы ұлттық бюджетке 31 жаңағы небәрі жаңа қаржының өзі өте аз. Осы негізінен жаңағы 31 миллион сом ғана қаражат түскен республикалық бюджетке. Яғни жаңағы 15 миллиард сом қаржының 31 миллионы ғана республикалық бюджетке түскен. Бұл бүткіл түскен қаржының 1%. Мінекей Қазақстанның экономикасы осы қарастырған 60-70 жылдардың қарсаңында неге тоқырауға ұшырады? Ол жаңа одақтық министрлікке қарайтын, жергілікті министрлікке қарайтын өнеркәсіп орындарының деңгейі неге ол сол кезеңдегі талаптарға жауап бере алмады десек, бүткіл Қазақстанның өнеркәсіп орындары, шығарылған бұйымдардың көпшілігі тікелей одаққа, Москваға жаңағы одақты өнеркәсіп орындарымен қамтамасыз ету бағытында жұмыс істегендігін көруімізге болады. Енді 1965 жылғы республикадағы одақта өндірілетін кәсіпорындарының деңгейі
қандай, оның проценттік деңгейге шаққанда, пайызға шаққанда қандай болды? 1965 жылы мінекей көріп отырғандарыңыздай чойынның 2,5%, темірдің 9,2%, көмірдің 7,9%, болаттың 1,12% республика жаңағы бүткіл одақта өндіретін өнімнің осыншама деңгейдегі жаңағы өндірілгендігі. Ал енді ауыл шаруашылығының деңгейінде, ауыл шаруашылығындағы мінекей мына көріп отырғандарыңыздай, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сатып алу бағасы осы кезеңде 2 есе өсіру мәселесі Брежневтің кезінде қолға алынды. Сонымен бірге жоспардан тыс сатылатын өнімдерге үстеме ақы төлеу және ауыл шаруашылығын мұқтаждықтарына бөлінетін қаржының көлемін арттыру мәселесі арттырды. Мінекей осы тоқырау жылдарында Қазақстан негізінен жаңашыл үрдістер, жаңа көзқарасты жақтаушылар осындай процесстер, осындай ғылыми жаңашылдар өндіріске енгізілген жоқ. Бұл мәселе әлсіреді. Ал қоғамдық құрылыс ұстанымдар жалпы әлеуметтік жағдайда болмасын, экономикалық жағдайда болмасын, саясатта болмасын, тоқырауға ұшырап, бірте-бірте КСРО-ның экономикасы дағдарысқа ұшыраудыңға жаңағы тап болды. Мінекей осы кезеңдерде өндіріс саласында қандай кемшіліктердің өріс алғандығы жөніндегі мына мәліметтерден байқауымызға болады. Өндіріс саласында өндіріс негізінен бұрынғыдай шикізаттық сипатта бір жаңағы бүткіл одақта Қазақстандағы өндіріліп жатқан өнеркәсіп өнімдердің басым көпшілігі шикізаттық сипатта болды. Өнеркәсіптің жалпы осыған қарамастан өнеркәсіптің өнеркәсіп өндіру жөніндегі көлемі республикада негізінен жалпы көлемі негізінен 3-ші орында, даму деңгейі жағынан одақтық деңгейде негізінен 3-ші орынға жеткен екен. Нәтижесінде Қазақстан осы 70-80 жылдардағы тоқырау кезеңінде бүткіл халық шаруашылығын азық-түлік емес тауарлардың 60% халық шаруашылығында, кейбір данныйларға, мәліметтерге қарайтын болсақ, халық шаруашылығына қажетті деген ең маңызды деген тауарлар жаңағы 60%-ға жуығы шеттен әкелінді. Ал бұдан көретініміз осы деректерден байқайтынымыз жаңағы көбінесе қарулануға, көбінесе ауыр өнеркәсіпке, көбінесе темір өнеркәсібіне, көбінесе зиянды өнеркәсіптерге жаңағы қаржының көп бөлінгендігі халықтың әлеуметтік тұрмыс деңгейін бағытуға, дамытуға арналған шаралардың мүлде жаңа төмен деңгейде жүргізгендігі жөнінде мәліметтерді көруімізге болады. Ал енді мына бір көріп отырғандарыңыздай, жалпы ауыл шаруашылығының жағдайы осы кезеңде қандай болды? Ауыл шаруашылығының жағдайы 70-80 жылдарда негізінен жақсарту үшін арнайы біраз шаралар жүргізілген екен. Ал енді оған қарамастан, яғни жалпы ауыл шаруашылығының материалдық базасын жақсарту жөніндегі, ауыл шаруашылығына бөлінетін өнімнің қаражаттық мөлшерін, сандық мөлшерін жаңағы көбейту жөніндегі шаралар қолға алынған. Және мамандардың жаңағы ауыл шаруашылығында жаңағы мамандарды топтастыру мәселесі қолға алынған. Және ауыл шаруашылығында осы кезеңдегі жағдайға қарамастан осындай шаралардың нәтижесінде 1971-75 жылдардың қарсаңында жаңағы ауыл шаруашылығының жағдайы сәл де болса жаңағы өзгерістер болған, бірақ тоқырау кезеңіндегі жүргізілген саясаттың әміршілдік, әкімшілдік сипатта орын алуына байланысты оның дұрыс нәтиже бермеді. Нәтижесінде өнеркәсіп өнімдерінің өзі де бұрынғы сипатта жүргізіле берді. Мінекей осыған қатысты 1980 жылы біздің білетініміз халықты азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін негізінен 82 жылы үлкен КСРО көлеміндегі бүткіл кеңестік социалистік республикалар көлеміндегі республикалардың бәрін қамтыған азық-түлік бағдарламасы енгізілді. Ол бағдарламаның өзі біз білеміз 80 жылдардың қарсаңында осы бағдарлама негізінен ол сәтсіз болды. Ол өзінің мақсатына, түпкі мақсатына жете алған жоқ. Оның жете алмауының негізгі себептері бағдарлама ескірген әдістермен жүргізілді. Бағдарламаның жобаларының басым көпшілігі ескірген әдістермен. Шаруалардың өзінің өнім шығарумен тікелей айланысып жатқан халықтың экономикалық мүдделері бұл бағдарламада ескерілген жоқ. Сонымен қатар жаңағы сол кезеңде халықты ауыл шаруашылығымен айланысатын халықтар, колхозшылар, совхоздағылар, жұмысшылар деп аталғандықтан, бұл жердегі халықтың экономикалық мүдделері толығымен есептелмеді, шаруалардың дербестігі сақталмады. Осыған қатысты жаңағы шаруашылықтың қай саласы болса да, бұл жерде бұл интенсивті дамуда емес, экстенсивті дамуда болғандықтан, аталған тоқырау жылдарында шаралардың барлығы да, жүргізілген жобалардың көпшілігі де дағдарысқа ұшырап, өзінің түпкі нәтижесіне, түпкі бағытына жеткен жоқ.
Ал енді осы кезеңдерде шаруашылықты қалыптасқан жағдайларда заңдастыру керек болды. Соған қатынасты ол заң деген әрине мемлекеттік жаңағы ата заң, мемлекеттік конституция, осы конституция осы бір қарастырып тұрған кезеңдерде қандай деңгейде жүзеге асырылды десек, ол жаңағы кеңес тарихында біз білетініміздей, мына көріп тұрғанымыздай, осы 1977 жылы кеңестік социалистік республикалар тарихындағы КСР-ның ең соңғы конституциясы қабылданды. Қай кезеңде болмасын, ол конституциялар, Қазақстанның конституциясы бір жыл кейін шығарылып келеді. 77 жыл конституция КСР-да шығарылса, 78 жылы КСР-ның кезіндегі кеңестік кезеңдегі ең соңғы конституция қабылданды. Мінекей мына көріп отырғандарыңыздай, КСР тарихында біздің алғаш мемлекеттілігіміз кеңестік мемлекет қалыптасқалы бері қарай 4 конституцияда мен жұмыс істеді. Оның негізгісі біріншісі 1918 жылы жаңағы КСР-ның конституция, ол конституция жаңағы автономия құрылғанға дейінгі РСФСР-дің конституциясымен жұмыс істеді. Одан кейінгі кезеңдерде жаңағы 24 жылы жаңағы СССР-дің конституциясы, 36 жылы Сталиндік конституция деген сипат алған конституция, ал ең соңғы міне қазіргі бүгін көріп отырғанымыздай осы Брежневтің тұсында 1977 жылға КСР-ның кезеңіндегі ең соңғы конституция қабылданды. Бұл конституцияның негізгі міндеттері мынандай сипаттарда болды. Қазір негізінен коммунизмнің материалдық техникалық базасын жасауымыз керек дейді. Конституцияда негізінен берді меншік, социалистік меншік және дамыту, яғни коммунизмнің жаңа адамдарын тәрбиелеу мәселесі осы конституциядағы басты мәселелер болды. Яғни бұл конституция жазылғандай түпкі мақсаты коммунизмге жету деген сияқты утопиялық, орындалмайтын жаңағы мақсаттар қойылды. Ал енді бұл 1977 жылы. Сондықтан да осы кезеңдерде 1977 жылғы конституцияның өзгешелігі бұрын Хрущевтің билігі кезеңінде 50-60 жылдардың қарасаңында 80 жылы коммунизм орнайды деген мәлімдемені жариялаған. Ал 1977 жылы 80 жылдың келуіне 2-ақ жыл қалған кезең. Сондықтан Брежнев осы жаңа конституцияны Брежневтің тұсында қабылданған. Оның ерекшелігі бұл кезеңде жаңа мемлекетті құрылыста қандай мемлекет десе, оны кемелденген социализмде баға берді. Яғни біз осы 77 жылы Брежневтің конституцияда бұл 77 жылы осында жазылғандай біз кемелденген социализмге келіп жеттік. Енді одан ары қарай коммунизмге аяқ басамыз деген сипатта жаңағы мәлімдемен халықты осы тұрғыда тәрбиелегісі келді. Яғни бұл конституцияда біраз жаңағы демократиялық бостандықтар жарияланғандығымен ішінара бар сөз бостандығы, жаңа демократиялық бостандығы, баспасөз бостандығы туралы мәселелер, жаңа ождан бостандығы туралы мәселелер туралы айтылғанмен, дегенмен бұл жерде сөз бен істің арасында айырмашылық аса зор болғандығын көруімізге болады. Қазақстандағы яғни билік осы қарастырып тұрған кезеңде партияның тікелей басшылығымен, әміршілдік әдістермен өзінің билігін одан ары қарай жалғастыра берілді. Сол кезеңде кеңестік қоғамның саяси жүйесіне тән белгілер қандай болды десек, мінекей кеңестік қоғамның саяси жүйесіне конституциямен бекіткендей, жаңа көрсетілгендей, ол кезеңде кеңестік қоғамның жалпы сипаты мынандай болды. Демократияның барлық белгілерін шектеу, жариялыққа жол бермеу, пікір алуандығын болдырмау, тек қана бірақ пікір болу керек, коммунистік партияның айтылған бағыттары орындалу керек. Жеке адамның құқын аяққа басу, әр адамның жекесіне араласу, сөз бен істің жаңағы алшақтығы. Ал бұл конституцияда негізінен жазылған жоқ мұның барлығы да. Бірақ конституция басқа да сипат алды. Ал кейінгі зерттеушілер өздерінің еңбектерінде, өздерінің жаңағы шығармаларында осы саламен айланысқанда 70-80 жылдарында жаңа жоғарыда айтқанымыздай тоқырау деген сипат алған кезеңде осындай оның тоқырау кезеңіндегі жаңағы кеңестік дәуірдегі КСР-да, кеңестік дәуірдегі Қазақстандағы шаруашылық, яғни кеңес қоғамның саяси жүйесіне белгілері қандай десек, осы тұрғыда айтуымызға әбден негіз бар. Ал адамдардың психологиясында, жалпы ойында, ой өрісінде қандай болды? Қазір біздің тәуелсіздік алғаннан кейін кезеңдерде біз мәңгілік ел орнатамыз. Ұлы дала елімізде жаңа заман тұрғысындағы жаңа заманның патриоттық жастарын қалыптастырамыз. Біз мәңгі ел боламыз. Экономикамыз дамыған елдердің қатарына жереді. 2050 стратегиялық бағдарламасының қатысты біз дамыған елдің қатарына жетеміз деген үлкен мақсатымыз бар. Ал бірақ біз қарастырып тұрған кезеңде осы жаңағы тоқырау жылдарының кезеңінде жалпы
адамдардың жалпы психологиясында жаңағы болашаққа деген ұмтылыстың жоқтығы, самарқаулық, сол адамдардың жаңағы өмірге деген белсенділігінің төмендеуі, сонымен бірге жаңағы жалпы әміршілдік, әкімшілдік жағдайдың үстемдігіне байланысты жаңағы қарапайым халықтардың мүдделерінің көзделмеуі, осымен қатысты осы біз зерттеулерден көріп жүргеніміздей, жаңа жоғарыда көрсетілген әдебиетте көрсетілгендей, елде, КСРО-да да, Қазақстанда да, әсіресе КСРО-ның аймақтарында маскүнемдік, нашақорлық, қылмыстың түрлі салаларының өріс алғандығын байқауымызға болды. Бұл 70-80 жылдардағы тоқырау деген аталған кезеңдердегі коммунистік партияның кеңестік дәуірдің ең соңғы кезеңдеріндегі бағыттары. Ал жалпы өнеркәсіптің осы Қазақстанда деңгейі қандай сипат алды? 70-80 жылдарда Қазақстанның өнеркәсіп деңгейінің осы кезеңде өте ауыр өзінің дамығандығына қарамастан, кейбір салаларының өркендегеніне қарамастан, қазір зерттеушілердің мәліметіне қарағанда мынандай мәселелерге көз жеткіземіз. Яғни Қазақстандағы өнеркәсіп орындарының көпшілігі осы қарастырып тұрған тоқырау кезеңінде минералды тыңайтқыштар шығару Қазақстанда 1,8 есе өскен. Сары фосфор 2,5%-ға өскен. Химия мен мұнай және өндіретін өнеркәсіп орындары 6,5%-ға өскен. Ал жалпы сол кезеңдегі мәліметтер бойынша Қазақстан фосфор өнімдерін өндіру деңгейінде КСРО бойынша алдыңғы деңгейге жеткен екен. Ал енді мінекей мына сары фосфор, соның ішінде мына химия өнеркәсібі, минералды тыңайтқыштар деген өндіру мәселесі бұл адам денсаулығына өте зиянды. Бұл ауыл шаруашылығына өте зиянды. Оны ауыл шаруашылығы, химия болсын, фосфор болсын, сары фосфор өте шаруашылыққа өте зиянды. Әсіресе мына Жамбыл облысында, Қаратау өңірлерінде, Қазақстанның көптеген өңірлерінде осы мәселені өндіру мәселесі қолға алынды. Бұл біздің Қазақстанның халқының, қазақ халқының жаңағы денсаулығына аса зор зардаптар келтірді. Кейбір мәліметтерден қарайтынымыздай, қазір Америка Құрама Штаттары өз территориясында осы сары фосфор бар, бірақ та олар осы сары фосфор өндірмейді деген, өздерінде және өндіруге мүлде аз өндіреді өз жерінде. Олар оны сырттан сатып алады. Ал енді біз сатып алады. Ал біз қарастырып тұрған кезеңде осындай денсаулыққа зиянды өнеркәсіп орындары 60-шы, 70-шы, 80-шы жылдардың қарсаңында Қазақстанда көптеп салынғандығы және оның одақ көлемінде осындай химия өнеркәсібі, фосфор өнеркәсібі саласындағы минералды тыңайтқыштар саласындағы өнеркәсіп орындардың алдыңғы орындарында болғандығынан қандай қорытындыға келуімізге болады? Ал осы кезеңдерде машина жасау бізде да жаңағы ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру процесі бұрынғыдай әміршілдік, әкімшілдік әдістермен жүргізіле берді. Оған қатысты қаражатта аз бөлінді. Қаражаттың басым көпшілігі осы кезеңде қарулануға, әскери өнеркәсіп салаларына жаңағы көптеп жаңағы бөліне бастады. Яғни осы ғалымдардың мәлімдеу бойынша ақш, Жапония сияқты мемлекеттер өнім өндіруге шикізат пен энергияны бізден 30-40%-ға аз жұмсайды екен. Осы қарастырып тұрған кезеңде. Ол ал тоқырау жылдарында бізде жаңағы тың және тыңайған жерлерді игеру кезеңдерде жоспарды орындау үшін өрді оның технологиялық жағынан, өндірісті дамыту жағынан, оның ғылымилық жағынан, жаңағы аграрлық жаңағы ғылыми негіздерді пайдалану мәселелері мүлде аз көңіл бөлінді да, ал мына мәліметтердің өзі 80 жылдары жаңағы бізге қарағанда дамыған мемлекеттерде оны 36%-ға аз жаңағы мөлшерде қолданылатындығы, жер мен көктей айырмашылық болғандығы. КСРО неге тоқырауға ұшырады? 70-80 жылдардың кезеңіндегі Қазақстанның экономикасы неге дамымады деген сұрақтарға жауап өзінен өзі жерде табылатын сияқты. Мінекей осы тоқырау жылдарында өнеркәсіп өнімдерінің 2 миллиардтан астамы жылдық табыстың республикаға, 2 миллиардтан астам жылдық табыстың таза табыстың республикаға 20 миллионы ғана бұйырған. 2 миллиард табыстың жылдық табысы республика. Соның тек 20 миллионы ғана Қазақстанның өзіне бөлінген. Қалғаны одақтық ведомствоға қараған, одақтық көлемде жаңағы бөлініп жатты. Екіншіден, республика өзінен шығатын шикізатты мүлден арзан бағаға сатып шикізатты, ал одан жасалынған
жаңағы қымбат бағаға республиканың басқа аймақтарында салынған өнеркәсіп орындарында жасалған өнеркәсіп товарларын өте қымбат бағаға сатып алып жатқан. Мысалы, мынандай мәліметтерді кездестіруімізге болады. Ғалымдардың мәліметінде, зерттеушілердің деректерінде мынандай мәліметтер бар. Қарағанды көмірінің сол кезеңдегі 1 тоннасы 12 сом болған. Ал оның халықаралық деңгейдегі бағасы 120 сом болған екен. Айырмашылық жер мен көктей. Яғни бізден сатып алады 12 сом, ал оны шетке шығарып, сатқан кезеңдегі бағасы жаңағындай. Ал Балқаш жезқазған мысының сол кезеңдегі 1 тоннасының бағасы 1500 сом, ал оның халықаралық деңгейдегі бағасы 10 000 сом болды. Ал бізден осы жерде сол өнеркәсіп орындарында жұмыс істеп жатқан еңбектердің әлеуметтік жағдайлар мүлде көтерілген жоқ. Ол жаңағы оны техникамен қамтамасыз ету жасалынған жоқ. Ал біздегі шикізат өнімдерін шығару, көптеп өндіру бұрынғы сипатта жаңағы жүргізіле берді. Өкінішке орай, жаңағындай өнеркәсіп орындарында осы тоқырау жылдарында мықты жаңағы дамыған өнеркәсіп орындарындағы жұмысшыларды шеттен алып келу мәселесі бойалды. Яғни Қазақстанның өзінде де жұмыссыздар көп, Қазақстанның өзінде де сол саланың мамандары бар, бірақ қазақтың жергілікті ұлттарға көңіл бөлінбей, әсіресе мұнай саласындағы, әсіресе жаңағы айлықты көп төлейтін өнеркәсіп саласындағы кәсіпорындарда вахталық әдістермен жаңағы шеттен арнайы ұшақпен, кейде самолетпен алып келетін кезеңдері осы тоқырау жылдарында өте көп кездескен. Мысалы, соған мысал келтіретін болсақ, мысалы Гурьев облысында Теңіз мұнай-газ компаниясының басшылары қазақтардың өзін жұмысқа алмай 11 000 адамды басқа жақтан самолетпен, ұшақпен жеткізіп отырған. Осы вахталық әдіспен жұмыс істеу, осы жұмыс істеп жатқан кезеңде жергілікті халықтың 18 000 адам жұмыссыз отырған. Олардың арасында мұнай-газ кәсіпшілік саласындағы мамандар да жеткілікті болған. Ал бұның өзі жергілікті мамандарға, жергілікті халықтарға мүлде көңіл бөлінбегендігі, олардың әлеуметтік тұрмыс жағдайларын арттыру былай тұрсын, және жаңағы самолеттер мен вертолеттерге ол 15 күндік вахталық әдістермен жұмыс істейтін ары-бері тасуға қаншалық қаражат кететіндігін айтып жатсақ, оның цифрлық көрсеткіштердің өзі осы кезеңде үлкен айырмашылықтарды көрсетеді. Мінекей, осындай жүргізілген саясаттың салдарынан өндірістегі халықтың тұрмыс деңгейінің нашарлығы, адамның аймақтағы халықтардың денсаулығының нашарлауына және табиғат шикізат көзіне біз шикізат көзіне өте бай ел бола отырып, яғни ол жерде елімізде соны өндірген кезеңдерде экологияға да өте мән берілмегендігін байқауымызға болады осы қарастырылған уақытта. Яғни экономиканың қуаты, өнеркәсіп потенциалы бойынша Қазақстан одақ бойынша осы кезеңде 3-ші орындағы мемлекет болыпты. Осыған қарамастан, осы мәліметтерге қарамастан. Республика өнеркәсіптің 93% орталық ведомстволарға қараған. Ал одан түскен пайыздың жоғарыда айтқанымыздай 1% тек қана жергілікті министрліктерге қараған. Мінекей 70-80 жылдарда республикадағы ауыл шаруашылығына 18 миллиард сом жаңағы күрделі қаражат жүргізілген екен. Осы 70-80 жылдардың қарсаңында жаңағы коммунистік партияның жүргізген саясатының салдарынан Қазақстанның экологиясы жаңағы қазақстандық деңгейде, КСР-ның деңгейінде емес, қазіргі кезеңдегі әлемдік деңгейдегі шиеленіскен өте зор жағдайға алып келді. Яғни Қазақстанның аймақтарда экологиялық жаңағы апат аймақтары деген атқа атау ала бастады. Бұл 70-75 жылдардың қарсаңындағы суарылған жерлердің көлемін арттыруға байланысты болды. Яғни суармалы жерлердің көлемін арттыруына байланысты. Осыған қатынасты қарастырылған кезде Балқаш көлінің Балқаш көлінің тұтас бір бөлігі іске аспай қалды. Қазіргі кезеңдерде тәуелсіздік алсақ та, сол кезеңдегі зардаптарға қатысты Балқаш маңындағы көлінің жағдайы, Балқаш маңайында өмір сүретін халықтың жаңағы тұрмыс деңгейі жақсарды деп айта алмаймыз. Мінекей, осы кезеңде ақпараттық құралдарда Қазақстанның экономикасының өрлеп келгендігі, бұл Қазақстанның жаңағы шаруашылығының барлық саласының шарықта өсіп келе жатқандығы жөнінде, Коммунистер партиясының барлық жоспарларының асыра орындалып жатқандығы жөніндегі мәліметтер жан-жақтан жарияланып жатты. Ал бірақ іс жүзіне келген кезеңде халықтың тұрмысы, әлеуметтік тұрмыс деңгейі
жаңағы адам айтқысыз деңгейде осындай қазіргі экологиялық зардаптарға душар болдық деп айтуымызға болады. Соның бірі Семей проблемасы мен жаңағы Арал экологиялық зардаптары. Еліміздің тарихындағы Семей полигоны, Семей проблемасы бұл қазақ тарихындағы, еліміздің тарихындағы ең қайғылы, ең қасіретті парақтардың бірі болып есептелінеді. Бұл Семей тарихтан бұған дейінгі айтып өткеніміздей, бұл жерде полигоны 1949 бен 64 жылдарға дейінгі аралықта, міне көріп отырғандарыңыздай, 49 бен 64 жылдарға дейінгі аралықта сынақтар жер бетінде жүргізілді, ашық түрде. Ал 64 бен 89 жылдардың аралығында сынақтың барлығы да жер астында жүргізілген. Ал полигонға жаңағы четінде көрсетілген картада көріп отырғандарыңыздай, сол Семей сынағын өткізу үшін, әскери сынақты өткізу үшін 18 миллионға жуық гектар жер берілген. Ядролық зарядтардың жалпы қуаты бүткіл осы Семей аймағында өткізілген ядролық жарылыстың қуаты 1945 жылға Жапониядағы Хиросимаға тасталған атом бомбасынан 2,5 мың есе көп. Ғалымдар осындай мәлімет, осындай қорытынды шығарып, қазіргі кезеңдерде ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіліп жатыр. Біз кезінде, соғыс кезінде жаңағы Нагасаки мен Хиросимаға атом бомбасының жасалғандығын білеміз, оның зардаптарының да оңай болмағандығын білеміз. Ал осы қарастырған кезеңде Семейдегі жалпы ол жарылыстан оның күш қуаты жағынан 2,5 мың есе көп екендігін байқаймыз. Мінекей ғалымдардың осы жаңағы Семей полигонындағы оның экологиялық зардаптары жөніндегі мінекей аймақта түрлі жаңағы онкологиялық аурулар, жүрек қан тамыр аурулары, жүйке және психикалық аурулар, отбасында кемтар балалардың көп болып кетуі, және жаңағы әртүрлі мутанттар, жануарлардың арасында, адамдардың арасында да жаңағы осындай мәселелер жаңағы көп болып кетті. Осы бұның өзі біз қарастырып тұрған тоқырау кезеңінде 70-80 жылдардың кезеңінде Семей проблемасы бұрынғыдан да жаңағы күшейді. Бұл проблема соғыс тоқтатылмаған, Семей полигоны жабылмаған кезең. Бұл кезеңдерде ол шамадан тыс жанталаса қарулану процесі бұрынғыдан да ары қарай жалғастырыла берді. Келесі проблема экологияға қатысты, осы кезеңде Балқаш проблемасы, Семей проблемасына қатысты Арал проблемасы. Арал проблемасы бұл Қазақстандағы күрделі қасіретті кезеңдердің бірі. Арал кезінде қандай теңіз болды? Арал кезінде мынау ядролық заряд 1949 жыл тамызда өткен, ондағы қазіргі түрлі аурулар, жаңағыдың қазіргі келіп жатқан сол аймақтардағы зардап шегуі әлі күнге дейін тоқтады деп айта алмаймыз. Осы Семейдегі ядролық жаңағы радиацияның зардабынан пайда болған әртүрлі осындай кемтар балалардың көп екендігін байқаймыз. Мінекей мынауда жаңа жан-жануарлардың және адамдардың осындай кезеңдерге. Ал енді Арал теңізі туралы айтсақ, Арал теңізі проблемасы бұл қазірде күрделі мәселелердің бірі болып тұр. Арал теңізі кезінде Қазақстанның інжу маржаны болды. Арал теңізі бұл шөл даладағы, шөл кездегі бірден бір көгілдір сулы аймақ болды. Аймақта сол жерде сол жаңағы Сырдария мен жаңағы толғатын сол аймақтардағы біздің жаңағы ең маңызды аймақты балық шаруашылығымен, балық кәсіпшілігімен, халықты жұмыспен қамтамасыз ететін негізгі інжу маржанымыз еді, апатқа ұшырағанға дейін. Мына мәліметтерді қарайтын болсақ, апатқа ұшырағанға дейінгі жаңағы Арал теңізінің деңгейі 1066 жаңағы квадрат шақырымға дейін, тереңдігі 30-60 метрге дейін болған. Оның тұздылығы сол кезеңде 10-12%-ға дейін ғана, яғни тұздылығы болар болмас қана деңгейде болды. Ал енді 1960 жылдардан бастап Аралды игеру процесі басталды одақтық деңгейде. Осыған қатысты суды көптеп пайдалану. Жаңағы Аралға құятын Амудария мен Сырдария өзендерін дұрыс пайдаланбауға байланысты болды. Осыған қатысты осы кезеңдерде халықтың саны Арал бойындағы өмір сүретін Сырдария және Амудария өзендерінің бойында өмір сүріп жатқан халықтың саны арттырылды. Мынандай мәліметтерді жаңағы көруімізге болады.
60 пен 87 жылдардың қарсаңында осы Арал, Амудария мен Сырдария өзендерінің бойында халықтың саны 2,5%-ға артқан. Ал осы бұның өзі әрине суға деген қажеттілікті арттырады. Су өнімдерін көп қажет етеді. Сонымен қатар осы Сырдария және Амудария өзенінің бойында халықтың өсуіне байланысты ол жерде тыңайтқыштарды пайдаланудың өзі де шамадан тыс, атап айтқанда 10-15%-ға артқан тыңайтқыштарды пайдалану. Яғни бұның өзі Амудария мен Сырдария өзенінің бойындағы халықтардың көптеп келуіне байланысты, о жерде шаруашылықтардың көптеп жүргізілуіне байланысты, әсіресе мақта өнеркәсібінің суды көп қажет ететін және мақтаны, күрішті көптеп өшіруге байланысты Аралға жететін Сырдарияның суы жетпей, осының салдарынан жаңағы ол құрғады. Аралға 1960-65 жылдардың аралығында 40 мың метр куб жаңағы су құйылса, 1974 пен 1978 жылдардың аралығында бұған 13 мың метр куб су жаңағы құйылған. Ал 90 жылдардың аралығында бұл көрсеткіш бұрынғыдан да мүлде төмендеп кетті. Мінекей осының салдарынан Арал бүгінгі кезеңдерде жаңағы мүлде ауыр экологиялық зардапқа ұшырады. Осының нәтижесінде мына мәліметтерді көруімізге болады. Бұл 1960 жылдан кейінгі кезеңдердегі Аралдың жалпы деңгейі. Атап отырған мәліметтерде Арал теңізінің деңгейі 23 метрге дейін төмендеген. Бұл бұдан да төмен. Ал су айдыны 30-200 шақырымға дейін кейін кетті. Судың тұздылығы жоғарыда айттық 10-12 деп. Қазір 40%-ға жеткен. Жыл сайын 2 миллион тонна тұз бұл ауаға көтеріледі екен. Қазір ғалымдардың, Американың, Жапонияның ғалымдарының зерттеу мәліметтері бойынша Аралдан көтерілген тұз бұл тіпті солтүстік мұзды мұхиттарына, анау Гренландияда сияқты аймақтарға да барып жатқандығы жөніндегі зерттеулердің қорытындысы көрсетеді. Ал енді қазіргі кезінде Аралдың ортасында барса келмес арал болған. Сол барса келмес жаңағы аралында барса келмес қорығы болған. Сол жерде жан-жануарларға, жерде тіршілік ететін жан-жануарларға әртүрлі биологиялық, химиялық сынақтар өткізілген. Солармен ал енді қазіргі кезеңдерде ол кезінде халықпен араласпайтын, ал қазір ол барса келмес аралы деген жоқ. Жерге құрылықпен жалғасып кетті. Қазір кезінде сол биологиялық жаңағы әртүрлі зерттеулер жүргізіліп жатқан жаңағы нелер қазір кезеңде ол жаңағы мүлде қиын жағдайға мәжбүр болдық. Осыған қатысты ғалымдардың айтуынша Аралдан ұшқан тұз қазір Норвегияның ормандарына жетіп жатқандығы жөніндегі мәліметтерді көреміз. Аралды құтқару жөнінде қазір кезеңде ғылыми жобалар бар. Аралды қалай құтқарып қалуымыз керектігі жөніндегі жобалар бар. Оның бірнеше түрлі бағыттары қазір кезеңде елімізге мәлімет болып отыр. Оның ішінде қазір Сібір суын Аралға пайдалану жөнінде, сонымен қатар Амудария мен Сырдарияның өзендерін жаңағы реттеу мәселесі, Арал теңізінің жартылай сақтап қалу, Каспий теңізінің суын жасанды каналдар арқылы Аралға жеткізу, жер асты суларын пайдалану, Арал теңізінің өздігінен реттеудің маңызы бір бағыты болып тұрғандығы жөнінде айтылады. Мына мәліметтерден бұл Балқаштың қазір кезеңдегі экологиялық проблемасы, Балқаш проблемасы күрделі проблемаларға айналды. Балқаш неге мұндай жағдайға десек, бұл 1970 жылы Балқашта құятын Іле өзенінде Қапшағай бөгеттері су электр станциясы салынды. Яғни мына көріп отырғанымыз Қапшағайдағы бөгеті су электр станциясы салынған. Осы Қапшағай су торабын жеткізу Іле өзенінің атырауындағы табиғаттың жағдайы ескерілмеген. Осының нәтижесінде мінекей көріп отырғандарымыздай Қапшағай су қоймасы жасалған шаруашылықтардың жаңағы сол кезеңдердегі нақты өнім, жергілікті өмір сүріп жатқан халықтың жағдайы, аймақтардағы экологиялық жағдайды дұрыс есептемегендіктен қазір кезеңде Іле өзенінің бойындағы жаңағы табиғи жағдайлар, жаңағы осы Қапшағайдың айналасындағы экологиялық жағдайларда бұрынғыдан деңгейден ауырлап, халықтың жаңағы аймақтың экологиялық проблемасы шиеленісіп кеткен кезеңдерге жетті. Сонымен мінекей қазір осы Балқаш проблемасының туып отыруы бұл мынандай мәселелерге Іле өзеніндегі
жаңағы геологиялық режимнің өзгеруі, іле Балқаш алабындағы экологиялық жағдайдың өзгеруіне, сонымен қатар іле өзенінің атырауының кеуіп, Балқаштың қазіргі кезеңде ол зардабы осыған тиіп отқандығы жөніндегі мәліметті айта аламыз. Қазіргі кезеңде Каспий теңізінің жағдайда ауыр, экологиялық жағдайда ауыр, бұл бірлескен шетелдермен бірлескен кәсіпорындар салынуда, дегенмен ол экологияны сақтау жөнінде келісімшарт жасалғанмен де мұнай өндіруде оның тазалығы, оның таза еместігі болашақтағы сол аймақтарда халықтың экологиясына, денсаулығына қаншалықты деңгейдегі әсер ететіндігі жөніндегі мәліметтерден біз қазіргі кезеңдегі бұл да Каспий теңізі проблемасы, ол өңірдегі экология, бұл Қазақстандағы шешуге қиын экологиялық мәселелердің бірі болып отырғандығын байқаймыз. Енді Қазақстандағы демографиялық процестер қандай болды? Бұл халықтың әлеуметтік саяси жағдайларына қалай әсер етті? Жалпы тоқырау кезеңдерінде сонымен бірге коммунистік партияның жүргізген саясаты, жанталаса қарулану, қырғиқабақ соғыс, осы мәселелер тікелей халықтың әлеуметтік тұрмыс жағдайын ауырлатып, аймақтағы экологиялық проблемаларды жаңағы шиеленістіріп жіберді. Хрущевтің кезінде де, Брежневтің кезінде дегі Қазақстанның аймағындағы әртүрлі басшылар да бұл жергілікті халықтардың денсаулығымен, жергілікті халықтардың әлеуметтік тұрмыста тіршілігімен айналыспағандығы жөніндегі мәселелерді көруімізге болады. Жалпы осы мәселелерден көргеніміздей, осы тоқырау жылдарында басшылықтың қай саласы болмасын, экономикада, саясатта, әлеуметтік жағдайда жаңағы ұлы державалық, орыстық, шовинистік саясат ұстанғандығын көруімізге болады. Дәл осы кезеңде тіл проблемасы бізде өте ауыр жағдайлардың бірі болды. Бұл тыңайған жылдары қиындап кетті. Тіл проблемасы осы тоқырау жылдарында мүлде күрделі жағдайға болды. Қазақ тілінің пайдалану, тұрмыстық деңгейде ғана пайдалану мәселесі өріс алды. Орыс тілді республикада қазақтардың 60% осы кезеңде орыс тілін меңгерсе, қазақ тілін орыстардың 1% ғана меңгерген. Сол осы қарастырған тоқырау жылдарында. Бұның өзі қазақ тілінің деңгейі жаңа тоқырау кезеңінде коммунистік партияның тоталитарлық, әкімшілдік, әміршілдік жылдарындағы саясатының қандай сипат алғандығын көрсетеді. Республикада шыққан кітаптардың 95% орыс тілінде шығарылды. Ақпарат құралдарының басым көпшілігі орыс тілінде жарияланды. Осыған қатысты 79 жылы жаңағы осы 70-80 жылдардың қарсаңында бізде демографиялық мәселелерде, тіл мәселелерде, әлеуметтік жағдайларда өте ауыр жағдайда болды. Мына мәліметтерден біз осының қорытындысынан осы мәселелерге қорытынды жасауымызға болады. Бұл 70 жылдардың ішінде Қазақстанда орта есеппен алғанда одақта өндірілетін бидайдың 23,9%, күріштің 24,9% өндірілген. Ал бұның өзі жаңағы аймақтағы жаңағы Арал теңізінің суының азаюына, Сырдария өзенінің суының құмға кетуіне, аймақтың экологиялық ауыр зардапқа ұшырауына алып келді. Тоқырау жылдары аталған кезеңде қазақтар сол кезеңде жағдайға қарамастан орындалмайтын жоспарлар, болашаққа деген ұмтылысты жаңағы мақсаттың пессимистік, болашаққа деген жаңағы ұмтылыстың аздығы, ертеңгі күнге деген сенімсіздіктің тууы, жаңағы бұның өзі жаңағы халықтың өмірге деген, еңбекке деген ынтасын төмендетіп жіберді. Еңбекке деген ынтасын төмендетті. Осыған қатысты бізде мінекей көріп отырғанымыздай, осы қарастырған кезеңде 50-70 жылдардың қарсаңында қалыптасқан жаңағы процесс ол одан ары қарай жалғастырыла берді. 50-70 жылдардың тұсында жаңағы орыс тілінде оқытылатын мектептердің саны 1,5 мың болса, қазақ мектептердің саны 3891-ға дейін азайған. Сол сияқты мына бір мәліметтерден тағы да осындай айырмашылықтарды байқауымызға болады. 80 жылдардың ортасында республикадағы жоғарғы оқу орындарының саны 55, студенттердің құрылыс отрядтары өріс алды, орта арнаулы оқу орындарының саны 246-ға жетті. Тоқырау жылдарындағы ғылым болмады деп айта алмаймыз. Жаңалықтар болмады деп айта алмаймыз. Өндіріс ашушылар жаңа ғылыми техникалық процестердің қатысты жаңа новаторлар болмады деп айта алмаймыз. Олардың басым көпшілігі болды.
бірақ өндіріс иелері, өнеркәсіп иелері тоқырау жылдарында бұлардың жетістіктерін, бұлардың жаңалықтарын өндіріске ендіруден қорықты. Ол кезеңде 5 жылдық жоспар деген болды. Жоспардың орындалмай қалуы қауіпті болды. Ол жоспарды енгізу үшін алдымен жұмысшыны оқыту керек болды. Ол жоспар ертең, ол жаңалық ертең жаңағы өзінің ақтай ма,ақтамай ма, 5 жылдан кейін жоспар орындалмай қала ма. Сондықтан осындай жаңағы күдіктен әртүрлі саланы басқарып отырғандар жаңа новаторларды, осындай жаңашылық ашуларды, өнеркәсіп өнімдерін жаңа ғылыми техникалық жетістіктермен қамтамасыз етуді олар кейінге қалдырып отырды. Мінекей жалпы осы тұстарда ғылыми еңбектердің басым көпшілігі, негізінен көпшілігі орыс тілінде жазылған, қазақ тілінде мүлде жаңағы көңіл бөлінбеген. Мінекей осыған қатысты тіпті осы қарастырылған уақыттарда жаңағы тарих ғылымыда, мәдениетте, өнеркәсіпте, жалпы ғылым, білім, мәдениет салаларының басым көпшілігі бұл негізінен осы коммунизм бағытында, коммунизмді орнату бағытында, соны жүзеге асыру бағытында, жеке адамды тәрбиелеу бағытында, жаңағы бағытында жүргізіле бастағандығын көруімізге болады. Дегенмен мінекей қорыта айтқанда, осындай қиын жағдайға қарамастан 70-80 жылдардың қарсаңында біздің зиялы қауым қалыптасқан кезең, бұл кезеңде жаңағы жоғарғы оқу орындарында саласында болмасын, жаңағы орта білім саласында болмасын, мәдениетте болмасын, барлық салаларда біздің зиялы қауым өздерінің жаңағы қызметтерін одан ары қарай жалғастырды. Осы кезеңдерде көптеген жаңағы кеңестік дәуірдегі жаңағы халықтың арасындағы зор қолдауға ие болған әдеби шығармалар жазылды, мәдениет қайраткерлері өсіп шықты. Бірақ олардың көпшілігі бір өкінішке орай коммунистік партияның кезінде цензуралық тәртіп деген болды. Цензуралық тәртіп, барлық мәдени қызметкерлер, барлық шығып жатқан кітаптар, барлық шығып жатқан драмалық, пьесалық қойылымдар, барлық шығып жатқан жаңағы мына фильмдер, бұның барлығы да арнайы цензуралық комиссияның сұрыптауынан өткізіліп жатты. Ал өткеннен кейін егер ол коммунистік партияның талаптарына сәйкес келмесе, олардың көпшілігі жарыққа шықпады. Тек қана ол коммунистік партияның бағытына, мақсатына орындалатын бағытындағы осындай шығармалар болу керек болды. Мұның өзі 70-80 жылдардың қарсаңындағы 90 жылдарға дейінгі кезеңдердегі әдебиеттің, мәдениеттің барлық саласының тоқырауға ұшырауына, оның дамымауына, оның аяғына салынған тұсау ретінде болды. Қорыта келгенде, сонымен 20 ғасырдың 70-80 жылдары қоғамдық саяси өмірдегі және әлеуметтік экономикалық дамудағы теріс құбылыстар қоғамдағы аса зор қайшылықтарды туғызып, мұның өзі қоғамның әлеуметтік экономикалық саяси жағдайларын шиеленістіріп жіберді. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен сіздерге арналған бүгінгі тоқырау кезеңіне арналған дәрісімізді аяқтадық.